Барыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қарапайым салатты әдемі қылып икрамен, яғни уылдырықпен қалай әсемдеу керек, сол жөнінде көрсететін боламын. Бұл салаттың құрамын әртүрлі қылып өзгерте берсеңіздер де болады. Барлығы да өзіңіздің қалауыңызға, фантазияңызға байланысты. Менің қолданған ингредиенттерім бұл жүгері, икра, сәбіз, картоп және де жұмыртқа. Барлығын алдын ала суда пісіріп алдым және де үкіштен өткізіп қойдым. Мен квадрат формасын пайдаланамын, бірақ квадрат формасы міндетті емес. Ең алдымен үкіштен өткізілген картопты саламыз, жақсылап түзеулейміз. Содан соң оның үстіне майонез бен тұз саламыз. Одан соң үкіштен өткізілген сәбізді саламыз. Сәбізді міндетті түрде суда пісіріп алу қажет. Бұл салаттың құрамдарын жаңағы айтқандай өзгерте беруге болады. Тұз бен майонез саламыз. Енді жүгері саламыз. Жүгеріге тек қана майонез жақсаңыздар болады, тұз міндетті емес. Одан соң жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаның үстіне де тұз бен майонез саламыз. Біздің қарапайым салатымыз дайын. Квадрат формасында шыққан соң әдемі болып шығады, және де қазір уылдырықпен әсемдейміз. Ол үшін ең алдымен жан жағына біз майонезді осылай жағып шығуымыз қажет. Мен майонезді кондитер қапшығына салып, осылай әдемі қылып істеймін. Сол кезде біздің салатымыз әдемі болып шығады. Енді осы жан жағына майонезді жағып шыққан соң ортасына уылдырықты саламыз. Уылдырықты салғаным суретке түспей қалған, яғни видеоға. Уылдырықты салған соң үстіне осындай тор көзін жасаймыз. Түзу қылып жасауға тырысыңыздар. Менде кейбір жерлері кішкене ғана қисық болып кетті, бірақ байқалмайды. Барынша асықпай, жайлап осы тор көзін сызуға тырысыңыздар. Мінекей біздің қарапайым, бірақ өте әдемі, ерекше көрінетін салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өзіңіздің қолда бар ингредиенттермен де жасап көруге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде лайк қойып, комментарий жазып қойыңыз. Қош сау болыңыздар.